кстати, бірақ сен анау алдындағы затты қайда қойдың? Ол астаған қойды. Все, давай принеси. А сен жаңа қызметшің қайда жүрміз? Не твое дело. Бауыр? Мен жібермеймін. Жоқ, менікі маңызды. Бәсеке өткен рейсті 12 мыңға шар алдық, 6 мыңға баллон алдық, 5 мыңға лент алдық. Жиырма бір мың қадалдық. Что там? Да, алло, слушаю. Да, ты чё? Давай тогда приходи. Алдында машинеге алдырып кеткен бір қыз бар еді ғой? Я сен ғой. Соның номерін немесе адресін бере аласыз ба? Не істейсің ол? Енді алаяқ тапқанымызды айту керек шығармыз. Жоқ, ол туралы өзім ескертемін. Аға, енді кешіріңізші, бірге бастадық қой былтыр итті. Сен не үшін маған өйтіп қатып тұрсың, сен маған көмекші емессің бе? Аға, енді кешіріңізші. Жарайды. Алло. Алло. Қалайсыз өзің? Өткенде сізді алдап кеткен алаяқ бар емес пе? Біз ол туралы мағлұматтерді тауып алдық. Ол қазір Адырбекова 87 кішігірім бизнес орталығындағы адамдарды алдап жүр. Біз оған қарсы кішігірім жоспарымыз бар еді. Соған сіз келіп кішігірім көмек жасасаңыз жақсы болар еді. Түсінікті. Жарайды, көмектесемін. Ол жерде. Сені ол біліп қойғаннан кейін максимальный жасырынып жүруге тырыс. Жарайды, жақсы. Сәлеметсіздер ме? Не үшін келдіңіздер? Біз бірге келдік. Жазылдыңыздар ма? Жеке таңдап қойғанбыз. Бізде құрал жабдықтар жоқ. Сіздерді бір тексерейін. Мынау не? Қауіпті телефон. Мынау не? Басқа зат жоқ па? Жоқ қой. Басқа зат жоқ па? Жоқ қой. Мен әкелдім. Аналарды кіргізе берейін ба? Кіре беріңдер. Здравствуйте. Қалайсыз? В общем, мына сізді сіздің жұмысында жұмыс істеп жүрген машине оны алдап кеткен. Как это случилось? Эти узнали. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сен вообще қайда жүрсің? Мына жобалардың барлығын біреудің істеп қойған жұмысыңда ма? Просто жағдайлар болып барады. Жақсы, келістік. Енді біз мына жобаны қарап, осы жобаға біз өте қомақты қаржы бізге бөлінді деп жатыр. Үлкен компаниядан сен ол жұмыспен айналысып кетсің. Сізді сәттәбірден іздеген жақты. Кім деді? Жақсы, кіріп болшай онда.
осылай мені сезон екеуміз мені осылай алдап кетті. Мне такой человек не нужен, я его увольняю. Жоқ, қажет жоқ. Мен ол туралы пландар қойып қойдым. Менікі жалпы былай. Мынау алаяқ. Ал мынау сезім. Ассалаумағалейкум, бауыр қалайсың? Жақсы. Осы жаққа жұмыс атырдың ба? Бүгін кірдім. Бүгін кірдім. Что-то сен түрің танысшы. Қайда тұрасың? Ленгірді? Ленгірде? Менде Ленгірде тұрам, қай көше? Бадам көшесі 87-ші үй. Қойш, мен содан бір екі ар тұрам. Сен руың қандай? Керей? Керей? Қойш, менің де руым Керей, бауырым екенсің ғой. Болды ана мен қазір жоғарыға басеке келіп жазылайын. Иә, міне, жалпы осыны біз түрмеге қамалу керек. Себебіден, егер де бұны ұстамаған жағдайда, ол басқа біреулерді де алдап, бәрін алдап банкротқа тұруы мүмкін. Ол не себепті сезімді көрмеу керек? Себебіден сезімді көріп қойса, біздің план құрғанымыздың бәрін біледі, және де сезімнен тығылып, ол бізді бақылап жүретін болады. Жігіттер қыздар, не істеп жатсыңдар? Менде жақсы жаңалық бар. Қандай? Қызық фильм білесіңдер ма? Иә. Ал, кино бар еді ғой, қожа. Менің түрім қожа. Сол. Сода тегін кастинг болып жатыр екен. Қай жақта ол? Қай жақта? Қай жақта? Адырбектің 87-ге келіңіздер. Қызық фильм. Тегін кастинг, жүріңдер. Мейрам академиясына келіңдер. Қызық деген промоутпен өзім күтіп аламын, иә? Дальше.